Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге екі заттан дайындалатын, өте оңай жасалатын тағам түрін көрсететін боламын. Мынау керемет тағамды жасауға 7-8 минутыңыз кетеді. Бұл тағамды жасау үшін майда вермишель мен жұмыртқа ғана керек. Қызып тұрған отқа табамды қоямын. Азырақ сұйық майымды құямын. Сосын майым қызған соң майда вермишелімді табаға салып, жақсылап ыстық отта қозғап тұрамын. Вермишелім қып-қызыл болып, қуырылғанша осылай жайлап қозғап тұрамын. Вермишельді қозғап тұрмасақ, түбі күйіп кетіп, вермишеліміз қап-қара болып кетуі мүмкін. Сондықтан да үнемі осылай қозғап тұру қажет. Бұл тамақты кезінде маған бала күнімде көбінесе анам пісіріп беретін. Асыққан кезде өте тез дайындалатын тағам. Сосын вермишеліміз қызарған соң бетіне тұзымызды сеуіп аламыз. Қуырылған вермишельдің үстіне тұзымызды себеміз. Сосын оны жақсылап араластырып аламыз. Қып-қызыл болып, әдемі болып қуырылған вермишельдің үстіне сосын ыстық суымызды құятын боламыз. Ыстық суды құяр алдында табаның астындағы отын өшіріп қоямыз. Сөйтіп ыстық суымызды құямыз. Ыстық суды құйған кезде абай болыңыздар, суы шашырап кетуі мүмкін. Бұл тағамға суық су құюға болмайды, тек қайнаған су құямыз. Сонда вермишеліміз езілмей, дана-дана болып, әдемі болып піседі. Вермишеліміз суға батып тұратындай етіп, суды құямыз. Суды көп құймаймыз. Вермишеліміз суға батып тұрса болды. Сосын қайтадан табаның астындағы отын жағамыз. Сөйтіп вермишелімізді суда қайната бастаймыз. Отын кішкене басып, орташа отта вермишелімізді қайнатамыз. Вермишельдің суы тез тартылады. Суы тартылайын деп қалған кезде вермишельдің бетіне жұмыртқамызды саламыз. Қанша жұмыртқа саласыз, оны өзіңіз білесіз. 3-4, одан да көп салуға болады. Сосын салған жұмыртқамызды қозғамаймыз, сонда осылай бүтін болып піседі жұмыртқамыз. Жұмыртқамызды салып болғаннан кейін бетін жауып қоямыз. Одан кейін 2-3 минутта вермишеліміз дайын болады. Мінекей біздің тамағымыз да дайын болды. Енді тарелкеге тамағымызды саламыз. Байқап тұрсаңыздар, шашпа палау сияқты шашпа вермишель болды міне. Бір-біріне жабыспайды. Дана-дана болып піскен. Жұмыртқаны міне осылай әдемілеп ортасына қоямыз. Одан соң тамағымызды безендіреміз. Қолдағы бар көкөністерді пайдаланып, осылай безендіріп қоямыз.
Мінекей тамағымыз дайын болды. Енді дастарханға алып бара берсек болады. Егер де сіздерге менің жасаған осы тағамым ұнаса, сіздер де осылай жасап көріңіздер. Маған лайк басып, тіркеле кетіңіздер. Сау болыңыздар.